Қайырлы күн, аман есенсіздер ме? Қазақ елі, қымбат мен жаны жайсаң көрермендерім. Бүгін міне кешкі асқа осындай бір үйдегі бар өнімдерменен кешкі асқа баклажан салатын жасайыншы деп жатырмын. Енді бисмилля деп баклажанды ашудан бастаймын. Міне пиязды, жуаны баклажанды ашып болды. Енді баклажанды тураудан бастаймын. Енді бұны банкаға жабатын болмағандықтан осылай тураймын. Енді баклажан деген өте бір сүйкімді көкөніс қой. Міне осылай етіп турап жатырмын мен. Енді баклажанды келесі кезекте аздап тұздап қоямын, көп емес. Кішкене жұмсарып, турғанға ыңғайлы болып тұру үшін. Ендігі кезекте мына 40 қабат капуста, осы мен кеше бір салат жасап едім, содан артылған, соның мына кішкене сырап болмас үшін жасап жатқаным. Менің кешкі асқа дайындығым міне бәрі дайын болды. Енді пісіруге дайын майымды құяйын. Қызанақтан бастайын деп тұрмын. Енді қасықпен бір қасық тамақ пастасын салайын деп тұрмын. Пиязын саламын. Кезекте баклажанны саламын. Мына баклажаннан да су шықты, оны суды құймаймыз. Бірнеше минут қақпағын жауып пісірейін деп жатырмын баклажанды. Енді тәтті бұрышын салдым. Сәрізімді. Kırk kabatı da salamın. Sarımsağını da salamın. Mınday keptirilген şöbüm boğan. Onu salamın. Seviyorum. Міне қақпағын жауып, астын өте орташа отқа қоямын.
Міне менің салатым дайын болды. Қымбатты Асылжанды менің көрермендерім. Өткендегі құйрықты көрсетпеген, дайын болған. Міне құйрықты да көрсетіп қояйын сіздерге. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.